Сау саламатсыздар ма, қымбатты достар? Күндегідей Құрани кәрім оқиық. Қазақша мағанасы Исра сүресі 15-ші пара 282-ші бет. Меккеде түскен 111 аят. Аса қамқор ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Құлын Мұхаммед ғалейхиссаламды бір түні өзіне белгілерімізді көрсету үшін Месжид харамнан біз айналасын мүбәрак қылған Месжид Ақсаға апарған Алла әртүрлі кемшіліктен пәк, шәксіз ол естуші, білуші. Мұхаммед ғалейхиссалам бір түні Жибрейіл ғалейхиссалам арқылы бұраққа мінгізіп, Месжид харамнан Месжид Ақсаға апарылып, ол арадан да көкке шығарылып, бір демде адам баласының өлшеулі сезімінен тыс дәрежеге ие болып қайтқан. Миғраж оқиғасы. Кітап бердік те, оны Исраил ұрпақтарына менен өзгені ие тұтпаңдар деп жол басшы қылдық. Әй Нұх ғалейхиссалам пен бірге кемеге түсіргендеріміздің ұрпақтары, күдіксіз ол шүкір етуші бір құл еді. Кітапта Исраил ұлдарына әрине жер жүзінде 2 рет бұзғыншылық қылып, өте тәкаппарланасыңдар деп ескерттік. 2 уәденің алғашқысы келген кезде оларға қатты жауынгер құлдарымызды жібердік. Те олар үйлерінің араларына дейін кірді. Бұл орындалатын уәде еді. Сон солардың оларға үстем қылдық. Әрі сендерді мысалдар, балалар, сендерді малдар, балалар арқылы қуаттап, сан жағынан да молайттық. Олардың біріншісі астамшылығы, Тәуратқа қарсы келуі. Жақсарған егер игілік істесеңдер өздерің үшін, жамандық істесеңдер тағы өздеріңе тән деп жазылған Исра сүресінде. 15-ші пара 282-ші бет. Негізі Құрани кәрімді алатын болсақ, менің таныстарым, достарым, туыстарым осы Құрани кәрімнің қазақша мағанасын білсе екен деген ойыммен осы Құрани кәрімнің қазақша мағанасын оқып сіздерге ұсынудамын. Негізі бұрын өзімде мына оқыған молда адамдар араб тілінде Құранды оқыған кезде ойланатын едім. Бұл қандай мағына, не айтып жатыр екен деген әр адамда ой болады деп ойлаймын. Сондықтан да өзім осы Құрани кәрімнің Алтай атамыз аударған араб тілінен Құрани кәрімді алғаннан кейін сіздер де білсе екен деген оймен осы Құрани кәрімнің қазақша мағанасын сіздерге ұсынып оқудамын. Сау саламатта болыңыздар.